күндөрү өтірік шын аралас дүниелердің соның ішіндегі түркі жұртының орны бар екен, және Игорь Полк туралы айтатын сөздердің ішінде түркі жұртының өзінің де негізі бар екен, және соның негізін салушы алғашқы ұстындарын қалаушы түркі жұрт екенін бірінші айтқан. Сол кездегі бұл советтік кезеңде, кеңестік кезеңде сұмдық дүние. Бұл Олжас Сүлейменовтің саналарға тастаған аты.